Қайда шықтың Үлке? Біздер комнатымызды алдық, ішін уборка жасап жатыр. Босқа уақыт өткізбейін деп мен киім өтектеуге келе жатырмын. Киім өтектейтін жер мына жерде прачечный бар екен, киім өтектейтін жер екен. Мынау шарбағы комната отдых дейсің. Комната сосын көрсетесің онда да. Ол әлі жинап жатыр. Әлі жүрген жайбет болып қалды. Таңда келдік те. Таңда келдік әлі жүріп. Енді өзімізден көрмесек, оны ерте келіп алған. Соны айтамын, мынау шарбағы. Мынау шарбағы, иә. Демалып отыратын. Так, что я? Эпидемия ғой, иә? Эпидемия деп қояды. Далалық, не деген сияқты. Тапчан десейші. Мен тапчаны, мына жерде мен демалып отыратын жер. Ана жерде темекі тартатын жерлер болып тұр ғой. Жалғыштар тұр. Комната отдых деп жазылып тұр ғой. Біздер сияқты келген. Мына жақ мана біздер таңертең зат ішкен жер ғой. Ас ішкен жеріміз тапчан тоже. Әдемі жерлер екен. Жерде отыруға болады. Күн кішкене жылынды, кешке қарай бірақ салқын болады дейді. Осылай киім шығамыз, осылай. Иә, енді мына жақта прачечный көрсетші, сол жерде екен. Прачечный жерде ме? Иә. Мынау. Мына жақтарда не бар жанында? Ол жерде өздерінің комната. Олар ма? Иә, болды. Бұл жақта ештеңе жоқ. Мына жерде кір жууға болады да, өзіңе екен. Мына жерде не кір жуатын жер? Машина салып қоясың, ол ақылы емес қой да? Жоқ, ештеңе айтқан жоқ. Холодильникке? Білмеймін, холодильникке тамақ қоюға болатын сияқты. Өздері тамақ қоя ма? Жоқ, комната жоқ. Мына жерде киім өтектеп алды. Соны өтектеп аламын енді. Гүлекең жайлап тығылып келіп түсіре берейін. Гүлекең жинап алайын, сосын түсіресің дейді. Мен айтамын, осылай болып тұрғанда қалай болып тұр, солай түсірген жақсы ғой деймін. Шынайы. Мынау енді кішкентай бір комната осындай екі ярусты нені берді. Бірақ, ал дейді. Ертең осы тұрамыз деді ме? Ертең деген біздер андай кәдімгі адамдық, екі адамдық диванға жатамыз. Бүгінше осы жерді беріп тұр да? Бірақ солай келістің ғой өзің басынан? Иә, сөйтіп айттым, енді осы емес дегесін. Осы емес дегесін. Осындай бір кішкентай бір кондиционер бар, айна бар, әдейі мынандай қылып қойған ғой, ағаштан осындай болса. Ана жерде зарядка бар ма? Зарядкілейтін? Төменде бар әйтеуір енді. Төменде екеуі тұр. Барша жоғады. Ескілтенеді. Мынандай. Ескілтенеді. Интернет бар. Интернет бар. Ең бастысы интернет бар. Wi-Fi бәр жерде ұстап тұр. Біздер деген даладан келдік, мана қыдырып, болып, шаршағымызды басып, демалып отырмыз. Ішінде, шарбаның ішінде демалатын жер бар, күшті, ауа-райы. Беседкісінде, ана жерде зарядка тағатын, ана жерде свет жанатын, бәрі бар. Бір жақсысы, ана жерде өзіңнің тамағыңды алып келсең де болады. Ішінен кухнясына жылытып, болмаса пісіріп, өзің дайындап ішуге болады. Бұл жерде тек қана завтрак беріледі ғой. Ал басқа уақыттарда өзіңнің тамағыңды алып келіп. Әбітте де сөйтуге болады, кешке де солай өзің жылытып бар тамағыңды әкеліп ішуге болады. Иә, өзің тамақтарыңды әкеліп іше беруіңе болады. Шай ана жерде қайнап тұр. Кипяток, кофе, тегін. Сол жерде любой уақытта іше беруге болады. Күшті мына жерде. Таза ғой, далада. Мынау даласы. Ана жерде ішіне кіріп отыруға болады. Өзі аржанда тапчанда бар, столда бар, биік столда. Сосын мына жерінде мана кухнясы. Аржанның несі бар. Ішіне тамақ пісіретін жер, өзің жылытып алатын жер. Ішінде деген ана газовкасы, несі, холодильнигі бәрі бар. Осы жерге келуге кеңес береміз. Сосын бір жақсысы маса деген жоқ. Шығын шеркейі жоқ. Рахат екен, күшті. Ал достар, бізбен бірге болыңыздар, лайк, комментарияларыңызды ұмытып кетпеңіздер. Тағы да сұрағыларыңыз келген сұрақтарыңызды жазып, манадай қай жерде гостиница номерлерін сұрасаңыздар, айта аламыз, бере аламын. Қалай? Біздер деген бүгін басқа комнатаға кірдік. Кеше сіздерге айттым ғой, ана бізге босамай жатыр, ертең береміз деген үй, комната, мынандай диванмен бүгін ауыстырды біздікі. Ішін көрсетіп жіберейін. Қазір бағасын айтпастан бұрын. 2 адамдыққа дейсің ғой. 2 адамдық диван. Ой, жақсы сияқты әлі жатып көрген жоқ қыз. Қазір көштік. Мына жерде енді біздер негізі 2 адамдық деп едік. Бірақ мына жерде тағы да 2 адамдық кровать тұр. Бірақ енді адам кіргізбейді. Бірақ осындай болып тұр енді. Білмеймін, оны сұраған жоқпын. Неге бұлай деп. Ішінде телевизор бар. Интернетке кіретін сияқты қазір Wi-Fi-ін қоссақ. Мен пока капказ қостым. Мына жерде суы тұр, стакандары тұр. Суы, 4 кесесі, өзбекский кесе шытын. Мешокпен қаптап қойған ба? Қойыпты, яшаң тимесін деп. Иә. Алма мен анау өзіміздікі. Так, терезесін білмеймін. Шылама?
ашылады екен. Ар жағы көше екен. Балкон ба? Көше. Көше екен. Так, сосын темекі тартуға болмайды, арақ ішуге болмайды, мороженое жеуге болмай ма? Мороженое жеуге де болмайды деймін. Біздер бірақ түнде мороженое әкеліп жедік. Так, сосын тағы не айтамын, мына жерде жақсы екен, диванның екі жағында да розеткілер бар, телефон қосымызға да. Мынаны қара, мына жерінде өздерінің өзбекский. Өзбекше нелерін айтып бәр жерге қояды да, молодец. Кілемдерін жайып патриоттар қойған. Мына жерде светі бар. Так, мынау қай жерінен өшіреді екен? По-моему, былай өшіріледі. Розетка, телефон бар, жасай ма екен? Мә жасап тұр. Мә ана жақта адам шақырады шығар да? Телефон жасап тұр. Еще мына жерде мынаңызға сейф бар. Сейф бар. Холодильник бар. Холодильник жасап тұр. Мұздай. Толтырып қоймайсың енді. Так, біздер таңертең қазір кетеміз, содан кешке бір келеміз. Холодильник толтырып керек емес. Так, мына жерде вешалкалары бар. Крем жайылып тұр, орамалдары бар. Сосын айтпақшы, ана неде жатқан кезде туалет пен ванная общий болды ғой. Суға түсетін жері. Қазір мына жерде көрсетейін. Бөлек боларды. Бөлек болғанда комнаттың ішінде емес, коридорда, бірақ бөлек осы біздікі тек қана. Қазір мына ішіне кілтеп ашылады, көрсетейін сіздерге, жүріңіз. Мынандай коридор, мына жақта екеуінде екі адам бар. Мыналарға, оларда осындай комнаттар ғой деймін да, бірақ ішін көрген жоқпыз. Иә, көрген жоқпыз. Пылесосты біздерге қолдануға бола ма? Білмеймін, өздері тазалайтын нелер шығар. Жүр. Мына жерде музыка жүріп тұр енді. Мынау біздікі, 3-2. Мынау тек қана біздікі, басқа ешкім кірмейді. Ажан. Туалет. Мынау 3-2 біздікі. Тек қана 3-2 адамдар қолданады. Иә, душевой. Ендігі қызығы бағасында. Біздер енді келген кезде мен ана Booking.com-пен манағы ақшасын төлеуге, нетуге, где-то 38 мың ба, 39 мың ба деген сияқты болып еді, мана несінде. Енді қазір ақшасын жаңа енді төлеуге, 3 күнге төлеуге, 3 күнге 39 мың болды. Енді қазір төлейін деп ақшасын паспортына дайындаларын бәрін бердім, олар копияға түсіріп алады екен, білмеймін не үшін екен. Копияға түсіріп алып, ақшасын төлеген кезде маған 1.131 мың деді. Өздерінің сумымен 1.131 мың деді. Ол біздің ақшамен 7 мың ба сондайға шығып тұр. 54 мыңға шығып тұр. 54 мыңға шығып тұр. В общем, күніне қанша деп сұрадым, неге қымбат болды деп кеттім. Мен неге 54 төлем, 39 мыңдай сияқты дедім. В общем, ана комнаттың бағасы күніне $25 деді. Кешеге жатқанымызды. Теңгемен ол 11 мың бір нәрсе. 12 мың. 12 мың. Ал мынаныкі $45 дейді. $45, 20 мың теңге. Енді почти қымбатта бір несе, бірге бір сияқты. Негізінде келгенде бізде экономный вариант қандай, бюджетный вариант. Ана комнат жарайтын еді бізге. Оны білмей қалдық қой. Таңертең кетеміз, кешке келеміз. Жалпы мына көрермендерге естеңізде болсын деп жатқаным. Таңертең келіп, кешке келе салуға анау көрсеткен комнатымыздай комнат жарайды 2 адам болса. Ал егерде 4 адам болса, балалармен келсеңіздер, осы комнатты алуға болады. Осыны алуға тұрады. 2 баланы жатқыза қоясың. 2 баланы жеге жатқызуға, 4 адам болып келсеңіздер. 2 адамға кешеге жарайды негізінде. Неге жарайды еді, енді бірақ біздерде өйтіп бағасын келіскен жоқпыз, нетіп алғасын білмей қалдық қой. Енді жақсы, енді ештеңе етпес. Көрерміз. Бұйырғаны осы болып тұрған шығар, бізге де осындай комнаттар жатсын деп мана нетіп тұрған шығар. Жоқ, бұндай ақша ғана басқа қымбат гостиницалар болмайды ма? Жоқ. Қымбат гостиницаларында мен бағаларын қарадым, именно оларды қарағанда ол жерге завтрак кірмейді екен біреулеріне, қымбаттарына. Кейбіреулерінде интернет жоқ екен. Wi-Fi жоқ екен қымбаттарын қарағанда. Бірақ ол бұдан да қымбат, да? Иә, еще бағалары да қымбат. Ең арзаны осы болды. Бағалары қанша болды олар? Короче, 48 мың, 50 мың деп кете береді жоғары қарай. Бірақ жаңағыдай завтрак жоқ, интернет жоқ. Ал егер завтрак керек болмаса, интернет керек болмаса, соларды алуға да болады. Иә. Сосын еще завтрак если болмайды олар гостиницада, бірақ завтрак ішем деп манағы нетсеңіз, ұсыныс жасасаңыз, бір адамға 2200 теңгеден келеді завтрага. Бір адамға. Завтрак жоқтарға ішімде. Дополнительно қосылып тұр солай ақша. Анда жазылып тұр сөйтіп. В общем, сондай осылай жағдайы.
Енді қараш, осы жерде айналада негізі осындай хостелдер, гостиницалар көп көп, иә. Осындай гостиница айналада көп. Мен сіздерге номерін бере аламын. Если сіздер осы жаққа келетін болсаңыздар, номер сіздерге манағы действительно проверенный номерлер керек, енді алдап кететіндер болады деген сияқты. Сол үшін манағы номерлерін сіздерге маған жазсаңыздар, мен номерлерін бере аламын сіздерге. Оның пайдасы қандай? Мысалы, Booking.com'нан олармен тікелей сөйлесе алмайсың нөмірлермен, да? Тікелей сөйлесе алмайсың. Тек жаңа бронға қоясың, болды, сол комнатқа баруың керек. Ал егер де біздер сіздерге нөмірлерін, контактілерін алып берсек, тікелей администраторлармен сөйлесіп, бағасын келісіп, қандай комнат, осындай тап болып қалмау үшін ғой енді. Бәрін анықтап, сұрап, сөйлесіп алуға болады. WhatsApp-пен сөйлесіп, жазып сөйлесіп, бәрін сұрап алуға болады. Сосын жаңағы границадан келген кезде жаңа күтіп алатындары болады өздерінің. Күтіп алатындан бұрын ақша айырбастау деген сияқты болады. Местоположение жіберткізіп аласыздар. Сөйтіп жасап алуға. Бәрін сұрап аласыздар, алдын ала, если номер контактілері болса. Сол үшін сондай контактіменен WhatsApp-пен хабарласып алған жақсы деп ойлаймын. Біз сияқты осылай болып қалмау үшін. Әрине күшті ғой онда. Ол жерде мысалы менде де алдын ала номерлері болса, менде манағыдай бәрін сұрап алатын едім, аты қалай екенін. Сондықтан осындай пайдасы бар. Егер де нөмірлер керек болса, номер керек болса, маған жазыңыздар. Төменге нені қалдырып кетесің бе? WhatsApp қалдырып кет. WhatsApp номерін қалдырып кет, соған хабарласыңыздар да. Соған хабарласып алсын. Енді бізден пайда сіздерге сол болсын. Іздеп жүрмейсіздер. Қайда, қалай барам, қалай етем деп уайымдамайсыздар. Номерлеріңіз дайын тұрады. Алдын ала бәрін келісіп аласыздар. Сол жағынан сіздерге пайдалы болады. Хабарласыңыздар осы. Отырғыштарына деген андай өзбекский матамен қаптап қойған. Мына жеріне шейін да, жақшыштың мына жеріне естіп қойған ғой. Молодец. Негізінде бұл жақтың адамдар жақсы туристерге үйренген ғой, андай жақсы сөйлеседі, жақсы қарсы алады. Өзбекше, орысша, манағы ағылшынша сөйлеп тұр ғой балдары. Қазақша түсінеді еще. Қазақша түсінеді ол итакта. Жақсы түсінеді. Қазақша жақсы түсінеді. Каналдарын қараған жоқпын, өзбекский каналдар сияқты бетінде. Сосын ютубқа қосайын деп ютубын қосып қойдым. Настройкасымен ютубын қосып қоюға болады. Еще кондиционер бар, кәдімгідей ыссы болса. Бұл жақта деген жазда қаттысы болады ғой. Қандай кондиционер? Кондиционер бар. Кондиционер 20-да тұр, қазір қосып қойыпты ғой. Сен қосып қойдың ба? Жоқ, өзі қосып тұр. Мен көрінеге ұмытып кетіппін ғой күнде. Күлкім бірге қабаттасып мен де шығып тұрамын. Қазір енді біздер көшеге шығамыз, кино алып. Тағы да қай жерге барамыз, қызықты жерлерге барамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Лайк, комментарияларыңызды ұмытып кетпеңіздер. Ақыл кеңестеріңізді жаза кетіңіздер. Бұрын келіп жүрген жерлеріңіз болса, айта кетіңіздер бізге жазып. Біздің каналда видеоларды жіберіп алмау үшін тіркеліп қойыңыздар. Және қасында қоңырауша тұрады, соны басып қойсаңыздар, сіздерге хабарлама келіп тұрады, осындай видео шықты деп. Бірге болайық. Рахмет сіздерге.